Қайырлы күн, құрметті оқушыларым. Бүгін біз ұбт-ға дайындықты жалғастырамыз. 7-ші сынып бойынша жану тақырыбына арнайық. Бірінші сұрақ. Көз қаратпайтын жалынмен ақ түсті түтін түзе жанатын реакция теңдеуі. Көз қаратпайтын жалынмен. Сіздерге берілген мынау 5 нұсқаның біреуін дұрыс жауап болады. Мыс оттек, көміртек оттек, фосфор оттек, күкірт оттек және темір оттек. Ақ түсті түтін бұл бізде фосфор болады, себебі фосфор жанған кезде фосфор оксиді түзілгенде ол жерде жаңағы белгілі бір не ақ түсті болады. Сондықтан да бұл дұрыс жауабы біз фосфор оттек деп аламыз. Көк түспен белгілеп қояйын. Екінші сұрақ. Оттек бар ыдысқа көмір түйірін салса, ол жалынсыз жанады. Сол ыдысқа әк суының ерітіндісін құйып шайқағанда ерітінді лайланады. Өйткені көмір жанған ыдыста түзіледі. Күкірт оксиді, көміртек оксиді, фосфор оксиді, көміртек, күкірт оксиді. Көміртектің 2 валенттілік және 4 валенттілік оксиді берілді. Сіздерде сұрақ бойынша әк суының ерітіндісі құйып шайқаған ерітінді лайланады. Көмір түйірін салса, демек ол көміртек, бірақ қайсысы 2 ма 4 па? Ерітінді лайланса, ол көмірдің 4 валенттілік оксиді болады. Осыны біз жаттап алғандарыңыз өздеріңізге ыңғайлы болады. Заттардың жылу және жарық бөліп тотыға жүретін химиялық реакцияны не деп атайды? Тотығу әрине, жану әрине. Жылу және жарық бөліп. Түсінікті, жаңа бірінші сұрақты да кездесті ғой. Ақ түсті жарық бөлінеді және жанған кезде міндетті түрде температура бөлініп шығады. Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы. Тотығу болады. Оттекте қатты қыздырғанда жанбай, баяу тотығып қара түсті оксид түзе жүретін реакция теңдеуі. Оттекті қатты қыздырғанда жанбай, ол әрине мыс болады. Оксидтерге нұсқаның қайсысы сай? 2 элементтен тұрады, біреу металл болып келетін. Бұл күрделі заттар, біреу көміртек болып келеді, біреу күкірт, біреу оттек болып келеді. Бұл осы. Оксидті білесіздер, 2 элементтен тұрады, біреу міндетті түрде оттек. Жылу бөлініп жанатын зат немесе заттар қоспасы. Жылу бөлінеді. Отын. Ол енді сіздерге логикаға салып та таба аласыздар бұл сұрақтың жауабын. Баяу тотығуға жатады. Тотығудың жалпы жылдам және баяу реакциясы бар. Қидың шіруі, көмірдің жануы, газдың жануы, тамақтың пісуі, ағаштың жануы. Қидың шіруі өте баяу болады. Газдың жануы жылдам, көмірде жылдам жанады, тамақта тез піседі, ағашты да лап етіп жанып кетуі мүмкін. Оттек бар ыдысқа түйірін салған кезде жалынсыз жана жүретін реакция теңдеуі. Жалынсыз. Жаңа біріншісінде ақ болған ол фосфор, енді жалынсыз болса ол көміртек, күкірт оксиді бөлінеді. Заттар ауада жанғанда да оксидтер түзеді. Бірақ заттар ауада оттекке қарағанда баяу жанады. Өйткені ауа құрамында оттек мөлшері 5 еседе көп, ауа құрамында оттек мөлшері 2 еседе көп, оттек мөлшері 2 еседе көп, біреуінде аз, мөлшері 5 еседе аз, 5 еседе көп. Заттар ауада жанғанда оксидтер түзеді. Бұл жерде ауада оттекте қарағанда баяу жанып, өйткені ода
ауа құрамының оттектің мөлшері 5 еседей аз болады. Достар, осыны біз ұмытпай жаттап алайық. Бұл бізде жану тақырыбына арналған кішігірім 10 сұрақтың талдауы болды бүгін. Осы сұрақтарды сіздер жай ғана жаттап, естеріңізге салып жүрсеңіздер, сіздерге теория ретінде ұбт-да бірінші сұрақтардың бірі болып келуі мүмкін. Себебі 7 сынып ол ең оңай тақырыптардың бірі болып табылады. Міндетті түрде бір қайталап шығуларыңыз дұрыс болады. Ендігі жылға 7 сыныптан бастағандарыңыз абзал. Осымен бүгін біздің тақырыбымыз аяқталды. Келесі кездескенше, келесі ұбт-ға дайындықта кездескенше қош сау болыңыздар.